Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен пиццаның оңай дайындалатын рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ұнымызға жұмыртқа, тұз, құмшекер, дрож қосып аламыз. Пиццамызды жылы сүтке илейтін болсақ, қамыры өте әдемі жұмсақ болып шығады. Оның үстіне сұйық майымызды қойып, жұмсақ етіп қамырды илейтін боламыз. Қамырымыз неғұрлым жұмсақ болатын болса, пиццамызда өте әдемі болып шығады. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Менде осындай 3 пицца шықты. Қамырымыз өте жеңіл жайылады, және оның қалыңдығын орташа қалыңдықта жаямыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін оны табаға орналастырамыз. Бетіне кетчуп майонезімізді жағатын боламыз. Кетчуп майонезімізді жағып болғаннан кейін бетін өзіміздің қалауымыз бойынша әсемдеп жасауымызға болады. Қызып тұрған табаға салып, пиццаны пісіріп аламыз. Пицца пісетін уақытқа жақындаған кезде бетіне сырды үккіштен өткізіп, сеуіп аламыз. Арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Қайтадан 1-2 минутқа пиццамызды пешке салып аламыз. Пиццамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.